Қайырлы күн достар, бүгін мен лечо салатының ең оңай рецепттерімен бөлісемін. Видеомны соңына дейін қараңыздар. Яғни мен құрамдарын турап алғандарын барлығы видеоға түспей қалыпты қыздар. Бірінші сіздерге айта кетейін, мен осындай үлкен қазанға ошаққа жасадым. Бірінші осылай жуаларымызды қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен теркадан өткізілген сәбізімізді салып, екеуін жақсылап араластырып қуырып аламыз. Оттың асты жай болуы қажет. Қатты отты ұстауға болмайды, қыздар. Міне, біздің сәбізімізді жуамыз осылай қуырылды. Енді мен түнге қалып қойдым, қыздар, ошақтың басында. Сондықтан видео шамалы сапасыздау. Енді осының үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды салып араластырамыз. Бұл қызанақ салғаннан кейін міндетті түрде де 15-20 минут жаймен отта қайнатамыз. Себебі біздің қызанағымыз сулы болғандықтан, оның суы тартылғанша жай отта бүркілдетіп қайнатып қоямыз. Міне осындай болды. Енді соның үстіне қолдан туралған осындай екі түрлі болгарский перецімізді салып араластырамыз. Сіздер бір түрінен де жасасаңыздар да болады. Мен лечо салатын қызыл және жасыл түрінен салып жасаймын. Міне осылай болды. Енді осының үстіне 3,5 қасық тұз салдым ас қасықпен және 3 ас қасық шекер салдым. Салаттарыңыздың тұзы аз болса, тағы да тұз салуларыңызға болады. Енді олар өздеріңіздің татымдарыңызға қарай. Осы арада менің видеом сапасы болды. Өйткені менің қолымда штатив жоқ. Бір қолыммен жасағасын қиындау болды. Оған мән бермеңіздер. Осының үстіне енді түйір қара бұрышымыздан салып, және 4 дана лавр жапырағынан салып 5 минут қайнатамыз. Және үстіне тағы да сарымсақпен қызыл ащы бұрышымызды ет тартқыштан өткізіп, осылай қайнатып аламыз. Дайын болды деген кезде салатымыздың үстіне 2 ас қасық 70% сірке суын қосып 5 минут бүлкілдетіп аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді тегешке құйып алып, банкілерге жауып тастаймыз. Мен осындай 1 литр банкілерді мантаваркада парлап, крышкаларын ыстық суда 5 минут қайнатып алдым да, осылай салаттарымды банкілерге салып шықтым. Менде 1 литрліктен 8 банкі шықты. Негізі 9-10 банкі шығады, бірақ мен қалғанын үйдегі балдар жесін деп, дәмін көрсін деп, осындай 8 банкіге құйып шықтым. Және де мен өзім жыл сайын осындай салаттарды тек 1 литр банкеге жабамын. 2 литр банкеге жаппаймын, себебі бұл салаттардың құрамында неше түрлі заттар болғандықтан ашып кетуі мүмкін. Енді сіздер өз қалауларыңызша 2 литрге жапсаңыздар да болады. Мен өзім 1 литрге жабамын. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Келесі видеомда мен сіздермен басқа да салат түрлерімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналымнан алыстамаңыздар. Міне банкілердің барлығына құйып шықтым. Енді қайнатылған крышкаларымызды жауып, банкі жабатын құрылғымен осылай айналдыра отырып жауып шығамыз. Міне банкілердің барлығын жауып алдық. Енді банкімізді әрі-бері ауната отырып, осылай салаттарымызды дайындап аламыз. Және осылай төңкеріп, үстін одеялмен немесе басқа да көрпе, курткалармен жауып қойсаңыз болады. 2-3 күнге қалдырамыз. 2-3 күн өткеннен кейін осылай ашып, банкыларымызды қайтадан оң қаратып, қараңғы немесе салқын жерге қойып қоямыз. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат, сау болыңыздар.